Сәлем достар. Бүгін қыз қызығы оқу қызметін бастаймыз. Кенекей балалар, шаттық шеңберіне тұрайықшы. Қар жауады аспаннан, ызғар соқты тоңдырып, тұра салып ұйқыдан амандасамын күнменен. Сәлеметсіз бе алтын күн, сәлеметсіз бе жер ана, сәлем саған ұлпа қар. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Дұрыс, қазір жылдың қыс мезгілі. Осы қыс мезгілінің айларын атап беріңіздерші. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Өте дұрыс. Балалар, айтыңыздаршы, осы қыс мезгілінде ауа райы қандай болады? Ауа райы суық болады, ызғарлы жел болады, қар жауады аспаннан. Өте дұрыс. Ал енді айтыңыздаршы, қыста біз қандай киімдер киеміз? Өте дұрыс. Біз қыста қалың киінеміз. Қалың жеңпір, қалың күртеше, қалың телпек және қолғап киеміз. Өте жақсы балалар. Ал қыс мезгілі сіздерге ұнайды ма? Маған да ұнайды. Несімен ұнайды сіздерге? Қыста біз қармен ойнаймыз, аққала жасаймыз, сырғанақ тебеміз. Қыста ойнайтын ойындар өте көп. Қанекей балалар, енді қыс туралы өлеңді мен оқимын, сіздер қайталаңыздар. Шапалақтап ала қар, жауды күнде қайталап, қырға шықты балалар, шаңғыларын арқалап. Жұлдыз болып ағамыз, ақ мамықтың үстімен. Біз спортшы боламыз. Үлгі аламыз күштіден. Жарайсыңдар балақайлар. Балалар, енді мен сіздерге қазір суреттер көрсетемін. Сол суреттерге қарап, әңгіме құрастырайық. Балалар, қараңыздаршы, мына суреттерде балалар не істеп жатыр екен? Бірінші суретті қарайық. Бұл суреттегі балаларға ат қояйық Қанекей. Ұлдың аты Айбар болсын, ал қыздың аты Маржан болсын, Айбар мен Маржан сырғанақ теуіп жүр. Өте дұрыс. Олар қалай киінген? Олар қалың киінген. Аяқтарында не бар екен? Аяқтарына коньки киген, Өте жақсы. Келесі екінші суретке назар аударайық. Екінші суретте балаларға ат қояйықшы. Ұлдың атын кім деп қоямыз? Жарайсың. Ал қыздың аты? Жарайсың. Ал балалар, осы балалар не істеп жатыр екен? Аққала жасап жатыр. Өте дұрыс. Аққаланы неден жасаған? Аққаланы қардан жасаған. Ал сіздерше, аққала жасай аласыздар ма? Өте жақсы. Келесі үшінші суретке қарайық. Мұнда қыздың атын кім деп қоямыз? Алма деп қояйық қыздың атын, Алма бізде не істеп жатыр? Қар тазалап жатыр. Өте дұрыс. Қарды не үшін тазалау керек? Біз мектепке барғанда, балабақшаға барғанда ауламыздың барлығын қар басқан болса, бізге жүру қиын болады, Сондықтан қарды тазалап, жолымызды ашуымыз керек, Жарайсыңдар. Бұл тапсырманы да өте жақсы орындадыңыздар.
Қане бірінші суретте тік төртбұрыштың ішіндегі суретті орнына апарып қояйық. Дұрыс. Ал мына бөлікті қай жерге қоямыз? Өте дұрыс. Ал енді үшбұрышты орналастырайық. Дөңгелекті қай жерге қоямыз? Жарайсың. Ал сопақшаны ше? Я, сопақшаны ортаға қоямыз. Енді шаршыны тауып алайық. Өте жақсы балақай. Шаршыны орнына апарып қоямыз, я? Бізде енді бес бұрыш пен ромбы қалды. Қане бес бұрышты орнына апарайықшы. Өте жақсы. Енді ромбты орнына апарайық. Жарайсыңдар балалар. Бұл тапсырманы өте жақсы орындадыңыздар. Балақайлар, тапсырма орындап шаршадыңыздар ма? Қане онда бір сергіп алайықшы. Орнымыздан тұрамыз. Сергіту сәтті ақ қаланы жасаймыз. Мақтадай ұлпа ақ қардан ақ қаланы жасаймыз. Ең бірінші дөңгелек үлкен болды, қарайықшы. Екіншісі денесі. Үшіншісі ол басы. Шелекті қойдық басына. Мұрнына сәбіз қадаймыз. Кішкентай тасты аламыз. Екі көзге қоямыз. Ақ қаламыз керемет. Ақ қаламыз тамаша. Бізде келесі ойын қысқы киімдерді көрсет. Қане балалар, мына жерде бізге 3 сурет берілген, я? Осы суреттердің арасынан қыста киетін киімдерді тауып көрейікші. Бірінші суретте балалар, бұл қыста киетін киімдер ме? Жоқ, әрине, бұл күзде немесе көктемде киетін киімдер. Ал енді екінші суретке назар салайық. Бұл киімдерді біз қыста киеміз бе? Жоқ, бұл жазда киетін киімдер. Үшінші суретті қараңыздар. Бұл қыста киетін киімдер ме? Өте дұрыс. Бұл қыста киетін киімдер екен. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, осымен оқу қызметімізді қорытындылайық. Балалар, біз бүгін қай мезгіл туралы айттық? Дұрыс, біз бүгін қыс мезгілі туралы айттық. Қыс мезгілінің ерекшеліктерін тағы бір еске түсірейікші. Өте дұрыс. Қыс мезгілінің ерекшеліктері қыста күн суық болады, аспаннан қар жауады. Күн суытып, адамдар қалың киінеді. Дала үскірік аяз болады, жер мұз болады, я? Қыс мезгілі бізге несімен қызық екен? Я, осы суық ауа райымен қызық. Қыс мезгілі әппақ қармен қызық. Біз қармен ойнап, аққала жасап, мәз-мейрам боламыз, я? Қыс мезгілінің тағы бір қызығы, қыста терезеге аяз келіп, өзінің ою-өрнектерін салады. Сіздер соны байқадыңыздар ма? Өте жақсы балалар. Осымен бүгінгі біздің қыс қызығы оқу қызметіміз аяқталды.